Кейде міне қорада мындай жағдайлар болады. Мынау анаған үстіне өтіп апты. Анау тұрса мынау жататын болса, белін үзеді ана бұқаның, кішкене бұқаның. Сол үшін кішкене қора салған кезде малдың тұратын аралықтары 1 метр 10 болмаса 1 метр 20. Бұлай болмаса ортасын 2 бұқа тұратындай қып бөліп, мынадай жерден труба жіберіп, соны бөліп жасау керек екен. Мынандай жағдай болса 2 бұқада кетіп қалуы мүмкін. Бұны енді қазір дер кезінде көріп тұрмыз. Қазір былай жылжытып, ананы тұрғызбай тұрып, мынаны былай айдап алатын боламыз. Түнде де қораға кіріп тексеріп тұрамыз. Енді осымен айналысып жатқаннан кейін барлығын қадағалап тұрамыз. Жатыр міне қалғандары. Қазір айдамасақ та міне өзі орнына келді. Көп кісілер қораның размерін сұрайды. Размерін айтып өтіңізші деп. Ені қанша, ұзындығы қанша деп. Қорамыздың мына жүретін жеріміз ортасы 1 метр. Ақырымыз 75. Ортасы ақырдың іші 45, биіктігі 40 сантиметр. Бұқа тұратын жағы 13 сантиметр, мына жағы 12 сантиметр. Ал енді мына екі аралық 55 па, 55 сантиметр. Ал енді мал тұратын жағымыз 2,90. Тура мал тұратын жері 1,80. 1,80, қалған 1 метр 10 адам жүретін жері, малдың тезегін алатын жер. Қораның жалпы ұзындығы, ішінің ұзындығы 10,5 метр. Ені іші таза 8. Енді жерлеріңіз кеңірек болып қора салам десеңіздер, қораның ұзындығы ені, ұзындығы қанша бас болса да бола береді. Өзіңіз қаражатыңызға қарай қораның енін 10 метр. 10 метр қып салу керек. Мына екі ортаны 2 метр қалдыру керек. 1,5 метр жоқ дегенде. Мал тұратын жақты 1,80 мал тұратын жерін қалдыру керек. Осындай. Ал енді тезегін алатын 30-да 40 сантиметр науа қалдыру керек тағы. Арт жағынан 1 метр 20 орын қалдыру керек. Адам жүретін. Аяғыңыз былғанбайды. Енді одан үлкен қып салып жасаңыздар қораны. Сеппен шығаратын қылып, моторменен адам күші көп қажет етпейтін заманауи қып салу керек. Сосын қоранда терезелерін күннің түсетінін көп қып салу керек. Біздің қоралардың төбесі түзу төбе. Бұл қораға енді күн мына жағынан шығыс жақтан жақсы түседі. Батыс жақтан аса күн түспейді. Бір терезе ғана оңтүстік жағында. Ал енді батыс жағынан көктемде терезе қалдырамыз деп жоспарлап тұрмыз. Кірпішті алып тастаймыз. Сол кезде түстен кейінгі күн мына жақта қатарда бұқаға түседі. Ал енді қора салам деп жоспарласаңыздар, төбесін биік қылып, сосын
қос төбе қылу керек. Шатыр шағылғанда 1 метрдей аралық тастау керек шатыршаның. Сол жерден екінші жақ қатарға малға күн түсетіндей қылып жасау керек. Сосын алдыңғы жағында мына терезені төбесіге дейін. Бірақ 1 метр қалағаннан кейін мына қалған жерін барлығына бүттіл мына діңгекпен ғана қалап, қалған жерін бірақ төбесіге дейін терезе қалдыру керек. Жазды күні сонда навес сияқты болып тұрады. Қыстың күні салапан тартып тастайсыз. Қыста күн түсіп, күн нұрымен жылы болып тұрады. Малыңызға D витамині жақсы сіңеді. Енді өзімнің шамалы білгенімді сіздермен бөлісіп жатырмын. Видео ұнаса каналымызға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Мына бұқа міне өз орнына келіп жатты. Түнде кіріп енді мазасын алып жатырмыз. Өзім тексерейін деп жай кіріп бағам. Сосын ана бұқаны көріп, видео түсіріп, сосын сіздерге көп кісілердің сұрауы бойынша қораның размерін айтып өттім. Жемдерін түнгі сағат 9-дан кеткен кез жемнің үстіне сабан сақ қойғанбыз. Сабандары да жатыр, жемде жатыр. Таң атқанша жеп бітеді. Сосын көп кісілер құрғақ береміз ба, жоқ қа, жемді бұқтырып береміз ба, яки болмаса қайнатып береміз ба деп көп сұрап жатыр. О кісілерге айтарым енді. Өзіңіз тәжірибе жасап көріңіз. Қайнатып беріп те, құрғақ беріп көрсеңіз болады. Ал енді біз құрғақ беріп жатырмыз. Құрғақ бергеннің жұмысы жеңілдеу. Сосын ол шайнап жегеннен кейін сілекей безі бөлінеді. Малдың ас қорытуына да жақсы көмектеседі деп құрғақтай береміз. Енді шылап араластырып суға бұқтырып береміз деген кісілерде олай берсеңіздер де болады. Бірақ өтте суға бірақ шылап солқылдатып жібермеу керек. 60% ылғалдық қып берсеңіз болады. Келесі видеоға жолыққанша сау болыңыздар. Видеомызды қолдап лайк басып кетіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын.